Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерменен Гүлжан. Мен сіздермен бүгін өте пайдалы горох сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Осындай алдыменен кастрөлге су құйып алдым. Енді осыған сүйек етін саламыз. Мына жерде мен жылқының етін алдым. Мына жерде турап дайындап алған еттерім бар. Осыларды жақсылап қайнатып аламыз. Міне бізде сорпамыз қайнады. Енді осының көбіктерін алып тастасақ болады. Тазалап көбіктерін алып аламыз. Көбіктерін бәрін тазалап алдық. Енді осыны өте баяу отқа бір жарты сағатқа қоямыз. Қақпағын жауып. Қызып тұрған тапамызға кішкене май құйып аламыз, сұйық май. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Piyazımızı жақсылап турап алдық. Енді тұрған тапамызда пиязымызды салып, қатты емес, кішкене тоқталып қуырып аламыз. Сәбізімізді өзіміз қалағанымызша турап аламыз. Осындай көлемде турап аламын. Мен өзіме ұнайтын осы. Өзіңіз қалағаныңызша турап алсаңыздар болады. Пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді осыған сәбізімізді саламыз. Үстіне қызанақ саламыз. Тұз, бұрыш, қалаған нәрселеріңізді дәмдеушілерді сала берсеңіздер болады. Мен мына жерде аздап қана тұз саламын. Біздің сорпамыз әдемі қайнап жатыр. Енді осының үстіне жуып тазалап алған горохты сала берсек болады. Мен осында үлкендей бір кесе алдым. Қуырып дайындап алған сәбіз пиязымызды сала берсек болады үстіне. Мына жерде етім жақсы тұздалған, сондықтан азғантай ғана тұз саламын. Мына жерде менің сорпам баяу әдемі қайнап жатыр. Енді осы горохтың кішкене аздап піскенін күтеміз. Сорпамыз әдемі қайнап жатыр. Енді осыған картошкамызды салып аламыз. Жуып турап алған. Мына жерде мен сарымсақ алдым. Өте майдалап турап тамақ дайын болғанда сала салсақ болады.